арбаға танылған жас қыздың ауыр тағдыры жұртты жылатты. Даланы бүгін аппақ қар басқан, тап-таза, тұп-тұнық теңіз суының мөлдір іспетті. Қыстың ызғары білінеді, есіктің ашылғанынан білді. Іштей күрсініп, бүк түсіп жата берді. Тамақтанатын уақыттың болғанын иығынан түрткеннен білді. Анасының қолы асқа тәбеті жоқ, өмір сүру үшін ас ішу керектігін біледі. Орнынан тұруға ыңғайлана бастап еді, анасы демеп жіберді. Қолына ұсынған кеседен шайдан бір-екі ұрттады. Тамағы кеуіп қалыпты. Келесі ұсынған кеседен бір ұрттап болдым дегендей қолымен белгі берді. Қайтадан шалқайып жатуға шалқая түсті. Анасы жастығын дұрыстап қойып берді. Күн ұзаққа ойдың тұңғиығына бататыны анық. Күбірлеп іштей жасағанға жалбарына бастады. Я Аллам, көзбен көрген, құлақпен естіген, қолмен істеп, аяқпен барған үлкен-кіші кінәларымды кешіре көр. Айнұр бала күнінен ақ жарқын, ашық, мейірімді болатын. Үйдің еркесі, қалағаны болатын. Оған ең алдымен қамқор әке мен момын мінез иесі анасы айтқанын орындайтын. Төрт ұлдан соң туылған екі қыздың кенжесі, үлкен ағасы Асқар тіпті айтқанын екетпейтін. Еркемін демей Айнұр сабағын өте жақсы оқыды. Мектепті үздік бітіріп, арман қуып қалаға келіп, жақсы оқығанын дәлелдеп грантқа оқуға түсті. Ата-анасының да өзінің де қуанышында шек жоқ. Жаңа қала, жаңа достар, жаңа өмір, бәрі басқаша. Студенттік өмір сонысымен қызық шығар. Қызығын қайдам, талап жоғары, уақыт тығыз, сабақ қиын. Баяғы мектептегідей ойнап барып келу жоқ. Мүлдем таныс емес мұғалімдер мен жаңа достар, қойнына сыймайтын қуанышы, өзі қалаған мамандық, журналистика. Керемет, алдағы мақсаты жақсы оқып журналист болу. Қара жәшіктен күнде көретін журналист аға әпкелер дәріс береді. Олардан лекция тыңдаудың өзі мақтаныш. Үлгерімі жақсы студент бірінші курстан-ақ көзге түсетіні рас. Жергілікті телеарна басшысы дәріс өтіп болған соң түр сипаты, дауысы телеарнаға сай келеді деген 5-6 қыз-жігіттерді телеарна жаңалықтарын жүргізетін дикторларды іріктеуге шақырды. Айнұр да шақырту алушының бірі еді. Өз-өзіне сенер емес. Қуаныш пен қорқыныш қатар жүрген сезіммен әрен сол күнге жетті-ау. Міне ғажап. Басқаға өтірік, өзіне шын. Кешкі жаңалықтарды тікелей эфирде жүргізетін болып жұмысқа қабылданды. Қалайша, аң-таң, бірінші курс студенті, әлі білетінінен білмейтіні көп. Пәленбай жыл жұмыс өтілі бар, журналистердің жақтырмаған көзқарастарын байқаса да мән бермеді. Себебі бұл қуаныштың алдында ол көзқарастар тымға да тұрмады. Осылайша оның өмірінің жаңа парақтары ашыла бастады. Таңертең сабаққа, сабақтан шығып жұмысқа барады. Уақыт деген сырлап аққан судай ғой шіркін. Әп сәтте бірінші курсты тәмамдайтын уақыт та жетіп келді. Қараңғы, терезеден түскен ай сәулесімен бөлме жарық болып тұр. Түсінен шошып оянғаны анық. Екі аяғына тас байлап қойғандай. Алыстан ата-анасы көздерінде жыламсырап. Айнұр,
Тұршы, тұр, аяғыңды бас деп жалбарынып тұр. Қасында мүгедектер арбасы тұр. Маңдайынан шып-шып тер жауыпты. Жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Ішінен түс түлкінің боғы деді де сабаққа дайындала бастады. Сабақ бітіп қоңырау соғылды. Сөмкесін жинап сыртқа шығуға дайындала бастады. Аяғы тартылып тұрған сияқты. Ондай болмаушы еді деп қояды. Түсі есіне түсіп кетті. Бір түрлі сезімде болды. Орнынан тұрғаны сол еді. Екі аяғы мүлдем жансыз сияқты. Денесі көтеріп түрегелді де қайта орнына отыра салды. Жүрегі аузына тығылды. Не болды маған, іштей уайымдады. Құрбылары кеттікке басып жамырап тысқа шыға бастады. Тағы да тұруға оқталды. Жоқ, тұра алмады. Аудиториядан шығып кеткен құрбылары қайта ішке кіріп: «Айнұр, қайтпайсың ба?» деп сұрады. «Гауһар, мен тұра алмаймын» деп көзінен жас ыршып түсті. Қыздар жүгіріп келіп, екі қолынан жетектей бастады. «Не болды саған? Құлап қалғаннан саумысың? Аяғын осылай ауыратын беді? Ауруханаға апарайық» деп қыздар жамырасып сүйрелей жөнелді. Такси шақырып үйіне жеткізіп салды. Бұл кезде Айнұр университетті соңғы рет көріп тұрғанын сезбеді де. Бір нүктеге қадалған күйі жата берді. Сәл жымиды. Өмірі көрген түстей өте шықты. Көзінен бір тамшы жас ыршып түсті. Алақанын анасы сипады. Намаз уақыты болып қалыпты. Ұзақ уақыт өтті. Бір өкініші намазды ертерек бастамағаны. Алақанын жайып тілектері таусылар емес. Шаршады, көп отыра алмайды. Қалғанын шалқайып жатып тілейді. Анасы алақанын сипады. Құрбылары келіпті. Құшақтап амандасқаннан бірден білді. Жымиды. Бірақ не айтады, не туралы әңгіме айтады, кімді айтады? Университеттен қайтқаннан бастап Айнұр күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылды. Көз ілмей жылау, қай күнәсі үшін, қандай сынақ, қашан аяғына тұрады, қашан ауруынан айығады, бітпейтін сұрақтар. Одан қалса ата-анасының қынжылуы, үйге кісілердің ағылып келуі, мүсіркеген адамдар, күн тәртібіндегі жұмыстар. Пәленше жерде бір молда бар, ол емдеген адам құлан таза ауруынан айығып кетеді-міс. Ағасының көлігі тайын, қарындасын арқалаған күйі жер-жаһанды шарлайды. Сол кезде ауырғаны қояды, бірақ нәтиже жоқ. Содан ауруханада жатады. Омыртқасында бұлшық еті қысылған деген диагноз қойды. Шетелден келген мықты дәрігер алғашқы ота жасайды. Сәтті өтіп, біраз уақыт қимылдамай жату керектігін ескерілді. Үміттенді. Уақыт деген өз дегенін алады. Өзімен бірге оқуға түскен достары университет бітіріп, бірі білдей маман иесі, құрбылары бір ошақтың түтінін түтетіп жан-жаққа кете барды. Анда-санда сымсыз телефонмен хабарласып, жағдай сұрап тұрады. Оған да шүкір. Түс көріпті, әппақ киім киіп алыпты, жалаң аяқ, жүре алады. Қуанышында шек жоқ. Оянбасам екен, оянғанда түсі болмаса екен. Жоқ, түсі екен, аяғы жансыз, өкіріп жылады. Арада 15 жыл өтіпті. Осы уақыт аралығында арба айнымас серігі болған. Достары да өзімен тағдырлас жандар. Уақытты өткізу үшін моншақтардан түрлі өрнекі нәрселер істейді. Барынша майда моншақтардан істегенді ұнатады. Көбірек қиыннан қиыстырып істегенді ұнатады. 3 жыл күн демей, түн демей моншақпен сырға, алқа, кестелеуді үйреніп алып, тынбай еңбектенді, соны сатты. Бар ойы ешкімге масыл болмау. Әсіресе ағасы Асқардың кенеттен дүниеден озуы жанына қатты батты.
соншама жыл арқалап апармаған жері қалмаған еді. Сап-сау оны алғанша ауру мені алмады ма деп іштей езілді. Жылай бергеннен көз жанары да шаншып ауыратынды шығарыпты. 7 рет жасаған отаның пайдасынан зияны көп болғанын әкесі мен анасынан басқа ешкім білмейді. Сол көзі шаншығанын қояр емес, ұйқыдан оянды. Жан-жағы тас қараңғы, сағат қанша екенін көрейін деп ұялы телефонын іздеді, таппады. Көзін уқалап қояды, қараңғылық сейілмейді. Жарық жоқ, көзі көрмейді. Бұл не масқара, шыңғырып жылады. Анасы Айнұрдың қос жанарының қараңғылықта мәңгі қалғанын, ұғыну қиынға соғатынын іштей сезіп тұр. Дәрігердің айтқаны есінде. Айнұрдың аяққа тұрғызам деген оталардың басқа ағзаларға зияны орасан зор, көзіне немесе құлағына. Қанша жылағаны есінде жоқ. Нәр татпай бір шама уақыт жатты. Жұбанғысы келмейді. Құдайына жалынды. Аяғын алғанға көнді. Екі көзіне тиіспесе болмайды ма? Бір жыл тас қараңғы өмірге үйреніп қалыпты. Әйтеуір дыбыс естіп, адамдармен қарым-қатынас жасайды. Тоба, Аллаға мың шүкір. Әртүрлі сүрелерді тыңдап жаттай бастады. Қасында анасы жүреді. Ол кісі де жас емес. 70-тен асып барады. Өзіне қарайтын адам керек. Амал жоқ. Баласының табанына кірген тікен маңдайыма кірсін деп өмір сүруде. Бір күні Қазақстанға барлық емнің дауасын білетін дәрігер келіпті. Жарнамасы айқайлап тұрғанға Айнұр елене де қалды. Қалайда осы кісіге жолығу керек. 1000 адам кезекке тұрған дәрігердің қабылдауында болды. Дәрігер қабылдап, аурулардың асқынып, сәтсіз өткен бірнеше оталардың кері әсерін айтты. Ең бастысы, компьютерлік тексерулерден кейін омыртқадағы емес, маңдайдағы еңбекке пайда болған ісіктің арқасында аяғы жансыз, көзі көрмей қалғанын айтқанда төбесінен жай түскендей болды. Ауру асқындап кеткен, көп уақыт өткен, қолынан ештеңе келмейтінін айтып шығарып салды. Айнұр өте сабырлы, бір нүктеге қадалған күйі жатқанына 2 апта болды. Ештеңе керек емес. Қос жанары мен 2 құлағының естімеуіне де үйреніп қалды. Керек нәрсесін анасы алақанына әріптеп жазып түсіндіреді. Өзі жай сөйлейді, бірақ ешкімді көрмейді, естімейді. Балапанымның бұлай қиналғанын көрген азаптан артық ештеңе жоқ шығар. Жүрек шіркін соғып тұр деп анасының іштей тілегін сөзсіз ұғынасын.